Біздің әрқайсымыз кез келген сәтте өліп кетуіміз мүмкін екендігі туралы қаншалықты жиі ойланамыз. Алдымызда не күтіп тұрғанын білмей жатып, болашақты жоспарлаймыз. Құдды өлім бізді айналып өтетіндей болып көрінеді. Бірақ соңғы жаңалықтарға қарасақ, әлемде кез келген күтпеген жағдай орын алуы мүмкін. Осындай күтпеген жерден орын алған апаттар көптеген өмірлерді өзімен бірге алып кетеді. Ал енді көзіңізге елестетіңіз. Адамзаттың қауқары жетпейтіндей бір апат орын алса, ол апаттың салдары өте ауқымды болып, жердегі бүкіл тіршіліктің жойылуына алып келсе, иә, бұл фантастика болып көрінетін шығар. Бірақ маған сеніңіз, осындай апат кез келген уақытта орын алуы мүмкін. Міне бүгінгі видеода адамзатты түбегейлі жойып жіберуі мүмкін апаттармен танысатын боламыз. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, Шакамуроның арнасына қош келдіңіз. Үнемі қолдау көрсетіп, лүпіл басып пікір жазатын көрермендерме дән ризамын. Сіздер менің құдды бір екінші отбасым болғандайсыздар. Тіпті кейбір белсенді аккаунттарды жатқа білемін. Және барлығыңызға жауап беріп, пікірлеріңізге лүпіл басып та шығамын. Бұл менің сіздерге білдірген алғысым деп біліңіздер. Ал жаңадан қосылған көрермендерге біздің отбасымызға қош келдіңіздер дей отырып, бейне жазбамызды бастаймыз. Супер жанартаудың атқылауы. Адамзаттың өркениетін жоюға алып келетін апаттардың біріне супер жанартаудың атқылауын жатқыза аламыз. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, жер шарымызда ондай жанартаулардың саны 20-ға жетеді. Мұндай жанартаулар жер қыртысындағы алып қуыстар болып табылады. Ал сол қыртыстарда жылдар бойы магма жиналып келеді. Ол жанартаулардың атқылауы өте сирек және 100 000 жылда бір рет қана кездеседі. Бірақ оның салдары жер шарымыздағы бүкіл тіршілік иелеріне өлім алып келуі мүмкін. Егерде осындай супер жанартау атқылауы орын алса, жер асты газдары мен күл, тас араласқан дауыл туындайды. Ол кішкентай ғана аумаққа жайылмай, 10 мыңдаған шаршы шақырымға созылады. Осындай магма түтініне оранған ешбір тіршілік иесі тірі қала алмайды. Улы газ араласқан дауыл жетпеген аймақтарға қара түтін мен күл жетіп, жерді толығымен қоршайды. Осындай 1 сантиметрлі күл жердің беткі қабатын жапса, бүкіл өсімдіктердің өсуін тоқтатып, ормандарды қуратады. Салдарынан барлық жан-жануарлар аш қалады. Оған қоса осындай жанартау атқылауы атмосфераның құрылымын өзгертіп, қышқыл жаңбыр туындатады. Ол жаңбыр жерге бір рет себелеп өтіп кетпей, тесік шелектен төгілгенде жылдар бойы жауады. Және ауыз суы жинақталған өзен-көлдерді улайды. Жанартаудың жарылуы жер бетін толығымен өзгертіп, жаһандық жер климатына әсерін тигізеді. Алдағы ондаған жылдар бойы ауа температурасы күрт төмендейді. Атмосфера тазаланғаннан кейін ауаға көп мөлшерде шашылған көміртегі диоксидінің кесірінен парникті эффект туындайды. Сондықтан бұл жолы енді ауа температурасы керісінше тым жоғары көтеріледі. Ал егер жанартау су астында атқыласа, үлкен цунамилер туындайды. Ол өз кезегінде құрлықта алып зардаптар алып келеді. Осының барлығы адамзатқа өте қатерлі. Енді сіз ойлауыңыз мүмкін, ақыры 100 000 жылда келетін болса, уайымдап не қыламыз деп. Бірақ осындай жанартаудың атқылауы жақын арада болуы әбден мүмкін. Соның ішінде ең қауіптісі болып тұрған супер жанартау ақш-та орналасқан Йеллоустоун кальдерасы. Бұл жанартаудың атқыламағанына 600 000 жылдай болып қалды. Осы жанартау кенет ұйқысынан оянып кетсе, миллиардтаған адамның жойылуына алып келеді. Бірақ әрине, оның атқыламауы тек бір Аллаға аян. Ядролық соғыс. Адамзаттың жойылуымен байланысты ең көп таралған қорқыныш ядролық соғыстың туындау ықтималдылығы болуы мүмкін. Қазіргі таңда бүкіл әлемде 15 000-да ядролық қару бар. Және жыл сайын жаңа әрі мықты ядролық бомбалардың ойлап табылуы адамзатқа өте үлкен қауіп төндіріп тұр. Осындай соғыс туындаған жағдайда барлығы кішкентай бомбадан басталады. Бірақ уақыт өткен сайын жарылған бомбалардың күші артып, соңында ядролық қысқа алып келеді. Ядролық қыс дегеніміз көп жылдарға созылатын жаһандық климаттың бұзылып, ауа температурасының күрт төмендеуі. Ол ядролық бомбаның жарылысынан туындаған отты дауыл салдарынан орын алады. Ядролық соғыс көптеген ормандарды өртке орап, егін алқаптарын, қазба байлықтар мен қалаларды толығымен жояды. Бүкіл әлемде орын алған оттың әсерінен атмосфераға қара түтін мен күл көтеріледі. Қара түтіннің көп болғаны соншалық, жер бетіне тіпті күн сәулесі де түспейді. Міне осыдан кейін ядролық қыспен қоса жер қара түнекке оранады. Қалың киініп алып қолыма жарық шам ұстап жүре берем деп ойласаңыз, қателесесіз. Себебі енді қатты зардап шеккен озон қабаты күннен түскен қауіпті ультракүлгін сәулелерінен қорғай алмайды. Адамдар жер төлелерде өмір сүреді.
бүкіл әлемде азық тапшылығы туындап, шаруашылық құлдырайды. Барлық аумақ радиацияға уланған, ал өзен-көлдердегі ауыз су қоры қолдануға жарамсыз. Кейбір тіршілік ядролық жарылыстан аман қалса да, оның салдарынан аман қала алмайды. Алып астероидтың құлауы. Жерге төнген қауіп міндетті түрде планетада туындаған апат салдарынан болмауы мүмкін. Ақыр заман ғарыштан келу ықтималдылығы да бар. Тіпті біздің жер шарымыз мыңдаған жылдар бұрын осындай апатқа ұшырағанда болатын. Ал баяғыда орын алған жағдай болашақта туындамайды деуге болмайды. Адам жерді мекендеген кездің өзінде бірнеше аспан денесі жерге құлағаны белгілі. Бірақ қуанышымызға орай, оның мөлшері адам өміріне зиян алып келетіндей алып болмаған. Ал егер жерге соғылған астероидтың мөлшері алып болатын болса, жағдай мүлдем басқаша болады. Мысалға, диаметрі 50 метрге жететін астероидтың салдары Тунгус метеоритінің жарылысымен тең болатын зардап алып келе алады. Егер осындай аспан денесі заманауи қалаға түсетін болса, ол қаланың күлі де қалмайды. Ал егер астероидтың мөлшері 50 метр емес, 500 метрге жетсе, қала емес, толық бір континентті жойып жібере алады. Оның құлаған жерінде алып шұңқыр ғана қалады. Ал жердің бетіндегі бүкіл өркениетті жою үшін астероидтың мөлшері 3 шақырымнан көп болуы тиіс. Осындай шынайы қауіпті қазіргі күнге дейін Апофис астероиды туындатқан болатын. Оның диаметрі 300 метр. Егерде ол жерге тигенде бір мемлекет планетаның бетінен жоқ болып кетер еді. Бірақ қуанышымызға орай, алдағы 10 жылдықта бұл астероидтың жерге соғылу ықтималдылығы жоққа шығарылды. Дегенмен, егер біз тек адамдарды емес, жер бетіндегі барлық тірі ағзаларды алсақ, онда тіпті ең үлкен астероидта оларды толығымен жоя алмайды. Бүкіл сүтқоректілермен қоса, қарапайым ағзалардың барлығын толығымен жою үшін жер толық бір квазипланетамен қақтығысуы қажет. Айтқандай, кейбір ғалымдардың айтуынша миллиондаған жылдар бұрын осындай екі планетаның, яғни Жер мен Теяның қақтығысу салдарынан ай туындаған екен. Жаһандық жылыну. Бір ғасырдан аса уақыт бойы жердегі орташа ауа температурасының жоғарылауы белең алып келеді. Соңғы 10 жыл 125 мың жыл ішіндегі ең ыстық кезең болып табылады. Қазіргі таңда осы ауа температурасының жоғарылауы адамның салдарынан болып тұр. Себебі біз тынымсыз ормандарды шауып, жер түбіндегі мұнай, табиғи газ бен көмірді қазып алып, оны өндірістік мақсатта қолданудамыз. Салдарынан ауаға көптеген зиянды заттар шашылып, атмосферамыз зардап шегуде. Егер осылай жалғаса беретін болса, алдағы 10 жылдықта бұл мәселе адамзатқа шынайы қауіп төндіреді. Мысалға, мұздықтардың еруі. Ал егер мұздықтар ерісе, дүниежүзілік мұхит деңгейі жоғарылайды. Ал дүниежүзілік мұхит деңгейі жоғарылағаннан кейін теңізге жақын орналасқан барлық мемлекеттер су астына кетеді. Осы ғасыр аяқталғанға дейін дүниежүзілік мұхит деңгейі жарты метрге дейін көтеріледі. Егер жарты метр дым емес қой деп ойласаңыз, оның өзі орын алатын цунамилердің саны мен күшін 2 есеге арттырады. Оған қоса жер сілкінісі де көбейеді. Бұл мәселелерден бөлек бізді құрғақшылық, дауылдар, өте қатты ауа температурасының өзгерістері және тағы басқа қатерлі табиғи құбылыстар күтіп тұр. Егер осы қалпымызда атмосфераны ластай беретін болсақ, шамамен 100 жылдан кейін жер бетіндегі барлық өсімдіктер мен жануарлар жойылады. Ол өз кезегінде жер бетіндегі адамдарды ашаршылыққа алып келеді. Ал жер сілкінісі көп болғандықтан жанартау атқылау ықтималдылығы да жоғарылайды. Естеріңізде болса, супер жанартау атқылауы тағы бір қауіпті апат болып саналады. Орташа есеппен әр жыл сайын ауа температурасы 0,2 градусқа жоғарылайды. Ал әрбір градус көтерілген сайын миллиардтаған адам өзіне өмір сүруге қолайлы жағдайлардан айырылады. Бір қызығы, егер ауа температурасы осы қалыпта өсе беретін болса, 2136 жылдан кейін дүниежүзілік мұхит толығымен құрлықты су астына алып кетеді. Әрине, бір қарағанда бұл апат басқа апаттарға қарағанда онша қорқынышты болып көрінбеуі мүмкін. Бірақ бұл тек бір қарағанда, себебі бұл жағдай өте баяу болса да, дәл қазір болып жатқан өзгеріс. Соған қарамастан көпшілік бұл мәселеге көз жұма қарап отыр. Ешкім мінген көлігінен, үйіндегі жылы судан, ішкен асынан айырылғысы келмейді. Ал осы қолайлы заттарды жанармайдан электр энергиясына ауыстыру тым қымбат болып тұр. Пандемия. Адамзаттың толығымен жойылуына алып келетін тағы бір жағдаят ретінде біз жаңадан шыққан бір ауруды алсақ болады. Бүгінгі күнге дейін адамзат тарихта болған барлық аурулармен күресіп, аман қалып келеді. Әрине, ондай аурулар тарихта аз болмады, және өте көп адам өмірін өзімен бірге алып кетті. Біздің дамыған медициналық білімімізге қарамастан, қазіргі ковидтің өзімен әрең дегенде күресе алдық. Бірақ бір күн адамзат осындай инфекциядан емдей алатын дәрі ойлап таба алмайтындай жағдайға жетуі мүмкін.
Сөйте тұра осы инфекцияның пайда болуына себепкер болған адамзаттың өзі болуы да әбден мүмкін. Мысал ретінде тағы да COVID-19-ды алсақ болады. Күндердің бір күнінде биологиялық қару ойлап тауып жатқан зертханадан осындай емі жоқ вирус сыртқа шығып кететін болса, дәрі ойлап таппай жатып, адамзат жойылып кету қаупі де бар. Осындай биологиялық қару ойлап табатын зертханаларға көп қаражат керек емес. Сондықтан кез келген жерде, мейлі ол мемлекеттік болсын, мейлі жекеменшік болсын, осындай зертханалар өте көп. Сол себепті де олардың барлығының ішінде не болып жатқанын бақылап үлгеру мүмкін емес. Айтқандай, жаһандық жылынуға қайта оралсақ, жоғарыда айтқан, соңғы жылдарда еріп жатқан мұздықтардың құрамында байырғы заманнан қатып, ұйқыда жатқан вирустар кездеседі. Енді сол мұздықтар еріп, ішінде анабиозда жатқан инфекциялар бостандыққа шығатын болса, адам ағзасы олармен күресе алмауы мүмкін. Жалпы айтқанда, адамзатты жоюы мүмкін жағдаяттар өте көп. Бұл жерде біз тек бірнешеуімен таныстық. Ал енді көзімізге елестетейік. Егер адамзат ешқандай өлімсіз, жай ғана жоқ болып кететін болса, не болар еді? Осы сұрақ сіздерге де қызықты болса, астыға пікір қалдырыңыз. Егер қаласаңыз, келесі жолы осы тақырып бойынша видео жасайтын боламын. Ал сіздермен бірге болған сол баяғы Шакамуро. Келесі қызықты бейне жазбада кездескенше, қош сау болыңыздар.